Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитеті жұмысын жаңа құраммен жалғастырады. Астанада Қазақстан ұлттық олимпиадалық комитеті бас ассамблеясының кезектен тыс отырысы өтті. Жиында ұйым қызметіндегі маңызды сәттер талқыға түсіп, шешімдер қабылданды. Бұл туралы Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Комитеттің бұрынғы президенті Тимур Құлыбаев бас ассамблея мүшелеріне ұйым президенті ретіндегі өкілетін мерзімнен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдағанын хабарлады. Бас ассамблея мүшелерінің дауыс беру қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитетінің президенті болып боксшы 2004 жылға Афина олимпиадасының күміс жүлдегері Геннадий Головкин сайланды. Атқарушы комитет пен тексеру комиссиясының құрамы өкілеттік мерзімнің аяқталуына байланысты жұмысын аяқтады. Бас ассамблея мүшелерінің дауыс беру қорытындысына сәйкес атқару комитет пен тексеру комиссиясына төмендегі құрам сайланды. Бас хатшы болып Жанар Утешева, жазғы спорт түрлері бойынша Данияр Абулғазин, Қазақстан Республикасы үстел теннисі президенті, қысқы спорт түрлері бойынша вице-президент Мамин Асқар Ұзақбайұлы, шайбалы хоккей федерациясының президенті, жалпы сұрақтар бойынша вице-президент Мырзабосынов Ербол Қуантайұлы, спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі комитеттің басшысы, паралимпиадалық спорт түрлерін дамыту жөніндегі вице-президент Сапиев Серік Жұманғалиұлы, олимпиада ойындарының чемпионы. Спортшылар комиссиясының өкілі Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, спортшылар комиссиясының өкілі Рыпакова Ольга Сергеевна, Лондон олимпиадасының чемпионы, Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері және Рио-де-Жанейро олимпиадасының қола жүлдегері. Ұлттық спорт федерациясының өкілдері Ахметов Даниал Кенжетайұлы, Қазақстан Республикасы жеңіл атлетика федерациясының президенті, Баландин Дмитрий Игоревич, олимпиада ойындарының чемпионы Рио-де-Жанейро, Гаджиев Гаджи Шопиевич, ауыр атлетика федерациясы бірінші вице-президенті, Исекеев Қуанышбек Бақытұлы, дзюдо федерациясы президенті, Сулейменов Диас Төлеутайұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық шаңғы қауымдастығы президенті, Утемратов Болат Жәмитұлы, теннис федерациясының президенті болып тағайындалды. Юсупова Әлия Мақсұтқызы, Қазақстан гимнастика федерациясының президенті, тексеру комиссиясының мүшелері, төраға Алпамысов Абай Әбдісәметұлы, ұлттық баскетбол федерациясы президенті.